Баршаңызға қайырлы күн әріптестер. Бүгін сіздермен оқушыларды тиімді топқа бөлудің әдіс-тәсілдерімен таныстырғым келеді. Ең әуелі менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Ең бірінші біздің топқа бөлетін сайтымыз ол Несмәт деп аталады. Яғни мына жерге оқушылардың тізімін жазып шығамыз. Қазір сіздерге көрсетейін. Осылай оқушылардың тізімін жазып шығамыз. Келесісі топ санын жазамыз, яғни қанша топқа бөлгіміз келеді, соны жазып кетесіз. Мысалы 3 топқа бөлеміз. Топқа бөлу батырмасын басамыз. Осылай топқа бөлініп шығады. Бірінші топта Майра, Амир, Самира, Аслан. Екінші топта Сабина, Жанар, Сандуғаш. Үшінші топта Айман, Арсен, Жәния. Осылай онлайн форматта топқа бөліп алып, сабағыңызды ары қарай жалғастыра беруге болады. Келесі біздің сайтымыз ол Каздвордс деп аталады. Мұнда оқушылардың тізімін жазып кетеміз тағы да. Бұл жерде әр оқушыны жеке бағанға жазып өтеміз. Енді әр топта қанша оқушыдан болу керек, соның санын жазамыз. Мысалы, 3 оқушыдан болсын дейік. Разделить на группу батырмасын басамыз. Осылай шығарып береді. Мысалы, бірінші топта 3 оқушы, яғни Жәния, Замира, Айман. Екінші топта Асел, Айша, Айжан. Үшінші топта Әсет, Ағаркен. Яғни өзіңіздің оқушы санына байланысты бөліп береді. Менің әдіс-тәсілдерім ұнаса, менің видеома лайк басып комментарий қалдырыңыздар. Және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Мен топқа бөлу сілтемелерін видеоның астына қалдырамын. Назарларыңызға рахмет.